саламатсыздар ма оқушылар? Саламатсыздар. Отыра қойыңдар. Оқушылар, көңіл күйлерің қалай? Тамаша. Жақсы балалар. Олай болса, бүгін балалар әдебиет сабағы, сабағымызды бастамас бұрын ең әуелі жақсы бір ойын ойнап алайық. Ойынның аты сиқырлы дүкен деп аталады. Кәдімгі мен дүкеннің сатушысымын. Дүкеннен келіп қалаған заттарымды алсаңдар болады. Келе қойыңдар. Үш топтан да келе беріңдер. Айша, не алып келеді? Біздің дүкенде нан сатылмайды. Басқа қандай заттар керек? Сүт сатылмайды. Оқушылар, біздің дүкеніміздің аты қалай аталады? Сиқырлы дүкен. Сондықтан біздің дүкенімізде адамның бойындағы асыл қасиеттер, жақсы қасиеттер сатылады. Енді түсінген боларсыңдар? Не аласың, Айша? Маған мейірімділік қасиетін бересің. Мінекей саған мейірімділік қасиеті. Наргиз саған? Маған жақсы. Мінекей саған жақсылық қасиеті. Сыпайылық қасиеті. Адамгершілік қасиеті. Отыра қойыңдар. Біздің сыныбымызда өте сыпайы, еңбекқор, адамгершілігі мол оқушылар өте көп екен. Олай болса, бүгінгі сабағымызды жақсылап тұрып, еңбектенейік. Алдыңғы сабағымызда біз Ахмет Байтұрсынұлының өмір баянымен, шығармашылығымен, сонымен қатар адамдық диханшысы өлеңімен танысқан болатынбыз. Олай болса, адамдық диханшысы өлеңінің тармақтары арқылы топқа бөлінейік. Келе қояйық. Мына жерде адамдық диханшысы өлеңінің тармақтары тұр. Осыны алып топқа бөлінеміз. Келе қойыңдар. Барлығымыз. Алайық бір-біреуге. Келе ғой Санжар, Динабар, күшкендер. Аналыға. Біреуін алдын қойым. Нұрдәулет, алалы. Шумақтарымызды дұрыстап құрастырайық кәдімгі. Бір оқушы қазір оқиды. Оқыма балалар. Топқа дұрыс бөліндік пе кәдімгі? Есеп көрейікші. Бірінші топ. Бірінші топ. Бірінші шумақ, бірінші топқа кел жайғасады. Қанке, Анеля, оқи ғой. Адамдық диханшысы қырға шықтым. Көлі жоқ, көгалы жоқ, қырға шықтым. Тұқымын адамдықтың шаштым екідім. Көңілін көге құл халықтым. Дұрыс топтасып па бірінші топ? Дұрыс топтасыпты, екінші топ. Мейірімділік тобы қалай топтасып екен? Құр болған босқа кетіп еңбек бейнет, құлдарға құлдықтан жоқ артық зейнет, оттай бер жануарым екі аяқты, адамдық хайуанға қанша қажет. Дұрыс па оқушылар? Ал үшінші топ, кішіпейілділік тобы қалай топтасып екен? Таратқан малды құдай не керекке, мініге сойуға соғуға үшін демекке, жұрта бер қымбат киім қамшын бізеп, бұйрыққа жоқ ұрасың деп үндемекке. Дұрыс па оқушылар? Дұрыс екен. Біз Ахмет Байтұрсынұлының адамдық диханшысы өлеңін жақсы меңгерген екенбіз. Олай болса, серпілген сауал әдісі арқылы әр топқа мен сұрақтар беремін, сол сұрақтарға тездетіп кәдімгі жауап бере қояйық. Мінекей, бірінші адамгершілік тобына, мейірімділік тобына, кішіпейілділік тобына. Ал бірінші топ адамгершілік тобы бастайық. Бірінші сұрақ қандай сұрақ? Анеля? Абайдың мысалшылдық дәстүрін жалғастырушы кім? Кім екен? Ахмет Байтұрсынұлы. Дұрыс па оқушылар? Дұрыс, Ахмет Байтұрсынұлы. Ал Аружандағы екінші сұрақ? Адамдық диханшысы сөзінің мағынасын ашып беріңіз. Ашып бере қойып. Адамдық диханшысы адамның бойына қандай қасиеттер сіңіретін себетін адам?
жақсылық қасиеттерді, мейірімділікті сіңдіретін, соны біз адамдық диханшысы ретінде алып отырмыз, иә? Келесі топ мейірімділік тобы. Бірінші сұрақ Айшада екен, кәнеке Айша оқи ғой. Қазақ әдебиетінде мысал жанры кімнен басталды? Кімнен басталды? Абай Құнанбаевтан басталды. Дұрыс, Абай Құнанбаевтан басталды. Дилназ? Мысал деген айтылатын өнегелі ойды тұспалдап жеткізетін, көбіне өлең түрінде келетін сюжеті шағын көркем шығарма. Дұрыс, Дилназ. Жақсы жарайсыңдар. Үшінші топ. Алтынайым бастай ғой. Ахмет Байтұрсынов қай өңірінде дүниеге келді? Ахмет Байтұрсынов 1872 жылы 5 қыркүйек кезінде Қостанай облысында Жангелдік облысында дүниеге келді. Дұрыс па оқушылар? Иә. Ал Кәусар айта ғой. Ахмет Байтұрсынов кім? Ахмет Байтұрсынов ол ақын, аудармашы, публицист. Дұрыс, жарайсыңдар оқушылар. Біз өткен тақырыпты Ахмет Байтұрсынұлының өмірбаянының, адамдық диханшысы өлеңін өте жақсы меңгерген екенбіз, иә? Олай болса, бүгін біз жаңа тақырыпты өтетін боламыз. Ахмет Байтұрсынұлының егіннің бастары мысал өлеңін өтеміз. Егіннің бастары деген мысал өлеңнің тақырыбына қарағанда бүгін біз сабағымызда не жайында айтамыз деп ойлайсыңдар? Не жайында білеміз деп ойлайсыңдар? Егін жайлы, сонымен қатар егіншілік кәсібі жайында айтуымыз мүмкін, иә? Аха, дұрыс. Олай болса, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты критерий әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау, дескриптор көтерген мәселе бойынша тақырыбын анықтау, шығарма кейіпкерлерінің іс-әрекеттері арқылы шығарманың идеясын ашу мақсатында жұмыс жасайтын боламыз. Олай болса, кітабымыздағы егіннің бастары өлеңі 57-ші бетінде тұр екен, аша қояйық. Бәріміз орнымызда отырып, егіннің бастары мысалын іштей оқып алайық. Кәнеке, кітапқа қарайық бәріміз. Іштей оқиық. Оқушылар? Келесі канон оқуы арқылы біленді. Бірінші оқушы 2 тармағын оқиды, келесі екінші оқушы 3-ші тармағында, келесі 3-ші оқушы 3-ші тармағында қосылып хормен оқимыз. Бір топ оқып жатқан кезде келесі топ мұқият тыңдап, жақсы оқып отырма, мән беріп тыңдап отырамыз. Кәнеки, бірінші топ адамгершілік тобынан бастаймыз өлеңді. Бір адам жас баласын жанына алды, екеуі сайран етіп кетіп қалды. Қыдырып әрлі-бері жүрді дағы, егінші егін еккен жерге барды. Аралап әр егінді қарап жүрді, кезеді пісіп болған егін түрлі. Басары дәне толған төмен салып, бидайлар бейнет ағзын еті тұрды. Жалғыз ақ бір бидай тұр көкке қарап, бейне бір жалғыз өзі көпке балап. Баланың сол бидайға көзі түсіп, білмекке кетті көңілі жанын сұрап. Құбылып бидайлар тұрбасын салып, жіберген мырза құдай нұрға қанып. Әй әке, бұның мәнін түсіндірші, бір іске тұрмын өзім қайра қалып. Бидай көтеріп тұр басын көкке, қарайды шекірейіп өзі көкке. Өзіне өзгелерді теңгемейтін, соншама бұл бидай дәнін көпе. Айтайын мұның мәнін балам саған, шырағым түрін көрін таңда болған. Өзгесі төмен қарап бүгінде, ойлама кем екен деп бәрі сонан. Және де әкесі айтты баласына, сұқтанба, құр сорайған қарасына. Құдайым өзгесіне бәргенде бұл бидай дәнсіз қапты арасында. Бидайлар басы толық иеліп тұр, дән берген қорасына сиеніп тұр. Басында бұл бидай дәні болмай, кекірейіп көкке қарап бөлініп тұр. Елде көп бұл
бидайлар адам дейді. Тәкаппар оның халық жаман дейді. Қалыбы емес тапшарлық, данышпанның тұтқында бұл кезді балам дейді. Аяқтадық па өлеңді? Өлеңді қалай түсінгендігімізді оқушылар былай болса, 3-2-1 әдісі арқылы өлең бойынша 3 факты, 2 авторға сұрақ, 1 тұжырым жасаймыз. Критерийлар өлеңнің тақырыбы мен идеясын топ атауымен байланыстыра отырып ашамыз. Дескриптор өлеңнің мазмұнын біледі, топ атауы мен өлең мазмұнын байланыстырады, өлең тақырыбын анықтайды, өлеңнің идеясын табады. Олай болса, өлең бойынша 3 факты, 2 авторға сұрақ, 1 тұжырым жасайық. Тақтаға шығып, дайын болған топтар постерді қорғаймыз. Түсіндік па балалар тапсырманы? Топ болып жұмыс жасайық, кәнеки бірлесіп барлығымыз. Үш фактыны, 2 авторға сұрақ, 1 тұжырымды жазамыз. Біздің топ адамгершілік. Біз осы мысалға байланысты 1-3 факт, 2 сұрақ және 1 тұжырым құрастырдық. Бірінші факт: Әкесі мен баласы егіндерді қарап жүр. Екінші факт: бидайлар иіліп тұр. Үшінші факт: Дәні жоқ бидай тұр. 2 және де 2 сұрақ ойластырдық. Бірінші сұрағымыз: Ахмет Байтұрсынов, неге бидайларды мысалға алдыңыз? Екінші сұрағымыз: Ахмет Байтұрсынов, осы өлеңіңізді қандай мақсатпен жаздыңыз? және де біз 1 тұжырым құрастырдық. Бұл мысалда адамгершілік туралы айтылған. Жаман қасиеттерден аулақ болып, адамгершілікті болуды біздің топ құптайды. Жарайсыңдар оқушылар, отыра қойдар, адамгершілік тобы. Постерлерін тақтаға өтіп кетіңдер. Екінші топ, кәнеки мейірімділік тобы тақтаға шыға қойып. Ал бастайық, мейірімділік тобы. Біздің топ Мейірімділік. Біз осы мысалға байланысты 3 факт ойлап таптық. Бірінші факт: әке мен баласы егінді. Екінші факт: Әкесі мен баласы егінге барды. үшінші факт: әке мен бала бидайды көрді. Яғни 2 сұрақ ойлап таптық. Бірінші сұрақ: Ахмет Байтұрсынов, неліктен сіз адамның кезін бидайлармен салыстырдыңыз? Екінші сұрақ: Ахмет Байтұрсынов, сізге осы мысал жазуға не түрткі болды? тұжырым: Алла Тағала көп мейірім шашып, бидайларға көп дән берді. Жарайсыңдар мейірімділік тобы, отыра қойыңдар. Тақтаға түсірген постеріңізді. Үшінші топ, дайындалайық постерімізді.
қорғауға. Келге шыға қойыңдар, Каусар, Нұрайлым, келе қойыңдар. Қалған оқушылар қарап отырайық, топтардың жұмыстары қалай болып жатыр? Біз осы кішіпейілдік сарламамызда 3 факт ойластырдық. Бірінші факт – бала бидайды көрді. Екіншісі – бала әкесіне сұрақ қойды. Үшіншісі – бала көрсіледі. Бірінші сұрақ. Авторға 2 сұрақ қойған екен. Бірінші сұрақ қандай? Осы мысал арқылы не айтқымыз келді? Екінші сұрақ. Екінші сұрақ. Ахмет Байтұрсынов бидайларға адамдардың мінез құлқын айтқысы келді. Сұрақ па осы? Келді ме? Осы сұрақ па айтқымыз келді ме? Қалай? Қанекей, қай жерде тұр екінші сұрағымыз? Ахмет Байтұрсынов адамның мінез құлқын бидаймен салыстыру ойыңызға қайдан келді дейді. Дұрыс айтады, Ахмет Байтұрсынұлы. Бидайларды адамның мінез құлқымен салыстыру ойыңызға қайдан келді дейді. Екінші сұрақ. Ал енді тұжырымдарын қандай? Кішіпейілділік деген топпен байланыстыра отырып жасаған тұжырымдарын. Кішіпейілділік болу, ол адамгершілік жақсы қасиетке жатады деп. Дұрыс па? Дұрыс екен, е? Жабыстыра қойыңдар постерлерін тақтаға. Жарайсыңдар балалар. Тұжырымымызды, авторға сұрақ, 3 фактыны жақсы тапқан екенсіңдер. Біз өзіміздің бұл тапсырмада мақсатымызға жеттік, яғни өлеңнің тақырыбын, идеясын өзіміздің тобымыздың атауымен байланыстыра отырып аша білдік деп ойлаймыз. Келесі тапсырма саралау тапсырмасы. Саралау тапсырмасы егіннің бастары өлеңнің тақырыбына, идеясына сай өлең құрап жазу, сурет салу, эссе жазу, мақал мәтел жазу. Критерийлар: өлеңнің тақырыбын, идеясын анықтайды, дескриптор өлеңнің тақырыбын, идеясын аша алады, шығармашылық жұмыстар жасай алады. Яғни, әр топтағы оқушылар өздерін білесіңдер, өлең құрап жазуға болады, сурет салсаңыздар да болады, эссе және мақал мәтел жазсаңыздар да болады екен. Ал қанекей, іске кірісейік. Эссе жазам дейтіндер, эссе, мақал жазам дейтіндер, мақал, мінекей сурет салам десеңдер, мінекей суретті осы параққа салсаңдар болады. Мақал мәтел жазған оқушылар. Әлеммен жазылды, инабат мақал мәтел жазды, тағым жазды мақал мәтел. Ал инабат бастай ғой. Келесі. Барлық мақалында оқи бер бірден. Егіннің күн суар. Егін ексең, егін тапсаң, егін тап. Егін ексең, шығыр майра, мал өсірсең, қанысыңды сарала.
Жегіп жегім, есем егім, егесім керек. Ал, Әләмин. Жақсы ниет жарым ырыс. Адамгершілік болмай, әділдік болмас. Қайырымдылық жасасаң, қайырым өзін көресің. Кішіпейілді кісінің көркі. Мейірімі мол ананың жүрегі жылы, қолы кен. Кен пейілді атаның жүзі жылы, жолы кен. Егініңді күн суар, күн суарына түн суар. Еңбегіне қарай табысы, ерлігіне қарай дабысы. Балуанның жаманы жығылған соң қалдырар, күзетшінің жаманы алдырған соң қалтаяр. Жақсы, Наргиз. Еңбегіне қарай құрмет, жасына қарай ізет. Басына өз түссе жақсы көмек етеді, жаман күліп кетеді. Тәкаппардың тәубасы қабыл болмайды. Кісінің көзіне көзін түссе мейірімі түседі. Жақсыдан үйлен, жаманнан жүйен. Ең көп мақал жазған кім деп ойлаймын? Кім? Әләминде неше мақал Әләмин? 8 мақал. Ең көп мақалды Әләмин, Дәкен Наргиз, Инабат жазған екен. Түрлі тақырыптарда бүгінгі біздің сабағымызға қатысты адамгершілік қасиеттерге, егін кәсібіне байланысты көптеген мақал мәселелерді жазыпты. Жарайсыңдар, біздің сыныпта мақалшылар өте көп екен, отыра қойыңдар. Келесі өлең құрап жазған оқушылар бар ма екен? Кәдімгі тақтаға шыға қояйық. Келе ғой, Аружан, Каусар. Келе ғой, Синас. Бастай ғой, Аружан. Мейірімді ізде, таза, аңғал жүректен. Серт еткізіп, сезімді бойда дірілдеткен. Мейірім ана бойында сіңірген мойында. Өмірге мына жылылықпен гүл еккен. Жарайды. Каусар. Ең қымбат асыл қазына, ол адамгершілік бойдағы. Мейірімділік, құрмет, жақсылық, мәңгі жасар ғаламда. Жарайды, жақсы. Мейірімділік болу адамда, құрмет келген жақсылық, құрмет еткенге көрсету мәңгі болсын. Жақсы, жарайды оқушылар, біздің сыныбымызда ақын оқушыларымыз да бар екен, Кәнеке, 3 шапалақ құрайықшы. Жарайды, отыра қойыңдар. Келесі эссе жазған оқушыларымыз шақырайық. Кім Кәнеке эссе жазды екен? Сұлтан, Санжар, Анеля, келе қойыңдар. Анеля, бастай қой. Адамгершілік адам бойындағы ең асыл қасиет. Ол қасиет адамды мейірімділікке, отанын, елін, отбасын сүюге үйретеді. Егер адамда адамгершілік қасиеті болмаса, ол адам қоршаған ортаны да сыйламайды. Адамгершілікке тәрбиелеу құралы еңбек пен ата-ана үлгісі деп Ыбырай атамыз айтқандай, асыл қасиеттерге ие болу үшін баланы кішкентай кезінен бастап үйрету керек. Қорыта келе, адами қасиет, адамгершілік әрбір адамзат баласына тән қасиет деп білемін. Жарайды, жақсы. Ал Сұлтан оқи ғой. Мейірімділік жақсы қасиеттің бірі. Мейірімділік адамның жүрегінің кеңдігі, біреуге көмектесу, қамқор болу. Мейірімділік адамға шын ниетпен көмектесу, жоқ сабақ танытып, жақсы сөз сөйлеу, жақсылық жасай алмасаң да зиянын істеу. Өзгеге болсын деп көмекші болу мейірімділікке жатады. Мейірімділік барлық адамдарда болған, жамандық болмайды. Жарайды, жақсы Сұлтан. Санжар. Кішіпейілділік, қарапайымдылық адамның барлық іс-әрекеттерінің қимыл қозғалысынан, өзін ұстауынан, мінез құлқынан, тәртібінен, сөзінен, киімінен де аңғарылып тұрады. Адамгершілігі мол мейірім болады. Кісіге
Қарасуға қол ұшын жәрдемдесуге дайын тұрады. Кішіпейілділік жай нәрсе емес, ол мінез әлеуметті бәлдебек қошемет тұтатын асыл қасиет болып табылады. Сол үшін де халық кішіпейілділік кішілік емес, кісілік деп оның мәнін жүзе дұрыс қайтып жеткізген. Жарайды, жақсы. Кәдеки үш шапалақ ұра қояйық. Отыра қойыңдар оқушылар. Келесі сурет салған оқушыларымызды шығарайық тақтаға. Кәдеки кім сурет салды екен? Бүгінгі біздің егіннің бастары мысал өлеңіне сәйкестендіре отырып сурет салған оқушылар. Қақ назар. Кәдеки өзінің суретінде нені салды, не бейнеледің? Нұрайлым келе ғой. Ал айта ғой қақ назар. Бұл жақта әкесі мен баласы көкке қарап тұрған бидайды әңгімелеп тұр. Не салғансың? Бидайларды салыпты. Бидайлар иіліп тұр. Күн жарқырап, бұлттар тұр. Жарайсың, бүгінгі біздің өлеңімізге, мысалы өлеңімізге сәйкестендіріп, әке мен баланың бейнесін салып, қақ назар. Күн төбеден шығып тұр. Күннің көзінің сәулесімен егін шаруашылығы не қылады? Өсіп жетіледі егіндер, бидайларды бейнелепті. Әкесі мен баласының әңгіме дүкен құрып тұрған бейнелепті. Жарайсың, қақ назар. Қойып. Ал келесі Нұрайлым, өзің салған суретіңді. Жабыстырмай қойын. Сыныпты сәлмай. Мен мына жерде тауларды салдым, күн, боқ және өзен салдым. Және кеме бидайларды салдым. Әкесі мен баласына не етіп тұр мына жерде? Не етіп тұрғанын бейнеледі? Әкесі баласына ақылын айтып тұрған сәтін бейнелепті Нұрайлы. Мына жерде өзеннің суы сарқырап ағып тұр дейді. Күннің бейнесін бейнелепті, тауды бейнелепті. Жақсы, фантазиясы өте ұшқыр екен, Нұрайлы отыра ғой. Басқа жоқ па сурет салған оқушылар? Кім аяқтай алмайды? Дилназ келе ғой. Дилназдың салған суретін тамашалайық кәдімгі. Не бейнеледің? Мен далада құстар ұшып тұрғанын, бидайлардың өсіп тұрғанын. Әкесі мен баласы не істеп тұр? Бидайдың тәкаппарланып, көкке мұрның шүйіріп тұрған, бидайды әңгіме қылып тұрған әкесі мен баласының әңгіме дүкен құрып тұрған бейнелепті, дұрыс екен, отыра ғой. Жарайсың, кәдеки суретшілерімізге үш қол шапалақ ұрып қояйық. Бүгінгі сабақты түсіндік пе оқушылар? Иә. Олай болса, балалар, бүгінгі біз өзімізді осы сабақты қаншалықты түсінгендігімізді басбармақ әдісі арқылы бағалап жіберейік. Тақтада мінекей ілінген. Жақсы түсіндім деген оқушылар, мұна мен қазір беремін стикерлерді. Жақсы түсіндім деген тұсқа келіп жабыстырамыз. Орташа түсіндім деген оқушылар, орташа түсіндім деген. Ал мүлдем сабақты түсінбедім деген оқушылар, түсінбедім деген басбармақтың тұсына келіп жабыстырамыз. Кәнеке жабыстыра қояқ, келіңдер. Келіңдер. Бірінші топтан бастайық. Келе қойыңдар, келе беріңдер. Жабыстыра қойыңдар, мына жерге. Түсіндім дейсіңдер мына жерге, орташа түсіндім дегендер мына жаққа. Жабыстыра қойыңдар. Жабыстырғандар отыра беріңдер орындарда. Келе қойыңдар. Кел. Әләме, Сұлтан, Нұрдәулет, Санжар келе қойыңдар.
тез жабыстырып өтейік. Наргиз болсын. Бірінің үстіне, бірін емес, былайына жабыстырып кете берсем болады. Ашық жерлерге жабыстыра беріңдер тақтаға да. Просто соның тұсында тұрса болды. Отыра ғой. Келе қойындар, қалған оқушыларда. Отыра қойындар. Барлық оқушы бүгінгі жаңа сабақты жақсы түсіндік деген бас бармақтың тұсына смайликтердің барлығын қойып шығыпты. Бүгінгі тақырыпты жақсы меңгеріппіз, балалар. Олай болса үйге тапсырманы алайық. Егіннің бастары мысалына ұнаған 3 шумақты жаттаймыз. Тәкаппарлықтан құтылудың 5 жолын дәптерімізге жазып келеміз. Осымен сабағымыз аяқталды.